Махаббат үшін күрескен, бірақ бақытын таба алмаған аруды білесіз бе? Қазақ әдебиетінің ең сұлу кейіпкерлерінің бірі Шұға. Ол ауылдағы ең сұлу қыз. Оның күлкісі жүректерді жаулап алатын. Бірақ тағдыр оған басқа сынақ әзірледі. Шұғаның белгісі. Қазақ даласында талай махаббат хикаялары болған. Солардың ішінде ел есінде ерекше сақталған бір оқиға бар. Ол Шұға атты сұлу қыз бен Әбдірахман атты жігіттің адал махаббаты. Бұл оқиға халық жадында мәңгі қалды. Жердің аты да өзгеріп, бүгінге дейін Шұғаның белгісі деп аталып келеді. Шұға ауылдың еркесі еді. Оның сұлулығын ел аңыз қылып айтатын. Кім көрсе де көз тастамай тамсана қарайтын. Ақ жүзді, қолаң шашты, әдепті мінезі бар қылықты қыз еді. Әбдірахман болса ауылдағы өзгеше жігіт еді. Ол сауатты, мәдениетті, білімге құштар болатын. Оның сөз саптасы, жүріс-тұрысы өзгелерден дара еді. Шұға алғаш Әбдірахманды көргенде-ақ жүрегінің дүрсілін сезді. Ал Әбдірахман болса Шұғаның сұлулығына ғана емес, оның ақылына, жүрегінің тазалығына ғашық болды. Екеуі бірге жүргенде уақыт тоқтап қалғандай болатын. Далада серуендеп, арман үміттерімен бөлісіп, болашақта бірге бақытты өмір сүруді армандайтын. Ауыл жастары да олардың сүйіспеншілігін көріп, қызыға қарайтын. Біраз уақыт өткен соң, Шұға Әбдірахманды көрмей, жалғыз қалған сайын жүрегі қан жылап сағынышқа толы болды. Сүйгеннің даусын естімей, жүзін көрмей, ол үмітсіздікке түсті. Жан жарасы бойына ауру болып жабысты. Ол күннен күнге әлсіреп, жүдеп жадап бара жатты. Бір кездегі жарқын күлкісі өшіп, көздері мұңға толды. Ауылдың үлкендері оның халіне алаңдап, ғашықтық дертіне шалдыққанын түсінді. Ал Әбдірахман болса, қолынан ештеңе келмей қайғыға батты. Алайда олардың бақыты ұзаққа созылмады. Қыздың ағалары бұл махаббатқа қарсы шықты. Әбдірахман бізге тең емес деген сөздерді де айта бастады. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік, ауылдағы ескі салт дәстүр олардың арасына сызат түсірді. Әбдірахман қанша тырысса да Шұғаны алып қашуға, алып кетуге шамасы жетпеді. Қыз тағдыры ағаларының қолында болды. Ал Шұға болса, тағдырдың қаталдығына төзе алмай, күннен күнге мұңайып бара жатты. Ақыры Шұғаның нәзік жүрегі ауыр сынаққа шыдамады. Ол қайтыс болды. Ауылдың барлығы оның қазасына аза тұтты. Бұл елді есеңгіреткен қайғылы оқиға болды. Шұғаның қабірінің басында ел жиналып көз жасын төкті. Оның есімі, адал махаббаты халықтың жүрегінде мәңгілікке сақталды. Содан бері жұрт ол жерді Шұғаның белгісі деп атап кетті. Бұдан шығатын соңғы ой, бұл хикая тек бір қыздың тағдыры емес. Бұл махаббаттың, адалдықтың, тағдырдың символы. Ал сіз үшін нағыз махаббат деген не?